Сәлем достар, біз бүгін өте жұмсақ әрі өте дәмді, тез дайындалатын жұмсақ кекс әзірлейтін боламыз. Қажетті ингредиенттер: 3 жұмыртқа, 150 грамм шекер, 150 грамм маргарин, 100 грамм қара мейіз, 150 грамм сүт, 300 грамм ұн және 1 ас қасық ас содасы. Ең алдымен 3 жұмыртқа мен 150 грамм шекерді миксермен жақсылап араластырамыз. «150 грамм ерітілген сары майды және 150 грамм сүтті, 1 ас қасық нан содасын және де 300 грамм ұнды илекіштен өткізіп, жақсылап тұрып миксермен араластырамыз. Осындай ыдысқа салып, қызып тұрған пеште 180 градуста 30 минутқа пісіріп аламыз.